Менің бүгінгі аша сабағыма қош келдіңіздер. Келесі психология жағында ахуал. Сәлеметсіздер ме? Қош келдіңіздер. Жақсы балалар, дәл қазір сіздердің алдарыңызда осындай біздің ұлттық құндылығымызға байланысты осындай әдемі комментариялар жазылған. Кәні оқып шығайық. Сен болмасаң қайтер ек? Сен осы сыныптағы ең белгісінді оқушысың. Сенің данышпандығына сенім артады. Сен ең ұқыпты оқушысың. Сен ең шығармашыл оқушысың. Сенің ұйымшылдығына сенемін. Сен ең махаббатты оқушысың. Сен ең тапқыр оқушысың. Жақсы жағынан көрсетуге тырыс. Сен текті оқушының болғанына мақтанамын. Иә, мақтанамын. Сен ең ақылды оқушысың. Сен ең ақылды оқушысың. Бір кесе шай әдісі арқылы топқа бөлінеміз. Мысалға қараңыздар, топты мына кесенің ішіне ашқанда осындай бірінші топ немесе екінші топ екені көрінеді. Жақсы, қай топ болды сенікі? Менде бірінші топ. Жақсы, бірінші топ. Менде екінші топ. Балалар үй тапсырмасын тексеру. Бекахмет Әшімханның 5 сары шығармасынан Ахмет Байтұрсынов туралы қосымша мәліметтер оқып келу болатын. Мен сіздерге үй тапсырмасын тексеру үшін мынандай асық әдістері арқылы қазір үй тапсырмасын тексереміз. Бірінші топқа, екінші топқа арнайы сұрақтар арналған. Жерде асық әдісі. Демек, ішінде осындай сұрақтар кездескен. Осы сұрақтарға жауап бересіздер. Қане ала қойыңыздар бөліп. Ала қойыңыздар. Жақсы. Бүгінгі бағалауларымыз дәл осындай әрқайсыңыздың атыңызда сіздердің кәсіби терминалдарыңыз бар. Міне аттарыңыз жазылып тұр. Бірінші топ осы жерде, екінші топ осы жерде. Өздеріңіздің жауаптарыңызға байланысты 100 теңге немесе 100 теңге немесе 200 теңгемен бағалаймын. Сабақтың соңында ол ақшаны кәсіби посттарыңызға жіберемін. Жақсы балалар, келесі үй тапсырмасын тексеру. Бекахмет Әшімханның 5 сары шығармасынан Ахмет Байтұрсынов туралы қосымша мәліметтер оқып керек болатын. Ал балалар бірінші топ қай топтан бастайды? Бірінші топ жарайсыздар, бастай қойыңыз. Ахмет Байтұрсынов қай жылы өмірге келген? Жақсы. Ахмет Байтұрсынов 1878 жылы 5 қыркүйекте Жангелді ауданы Қостанай облысында дүниеге келген. Бұл бірінші нұсқа. Ахмет Байтұрсынов 1873 жылы 18 қаңтарда Қостанай облысында дүниеге келген. Бұл екінші нұсқа. Жақсы, жарайсыз. Ахмет Байтұрсынов кім болды? Ахмет Байтұрсынов ағалар саяси ғана емес, сонымен қатар публицист, қазақтың ұлы ақыны, ағартушысы, аудармашы, қазақ газетінің бас редакторы, педагог. Қазақ балалары білім алсын деп әліпби жасап, оқу жүйесін қалыптастырды. Ахмет Байтұрсынов жай ғана алаш қайраткері емес, нағыз ұлт жанашыры. Жарайсың, тамаша. Байтұрсыновтың басты мақсаты қандай болған? Ахмет Байтұрсыновтың өмірде қойған басты мақсаты қазақ халқының ұлттық санасын ояту, тұрмыс жағдайын жақсарту болатын. Педагог ғалым ол үшін халықты жаппай сауаттандыру керек екенін айтты. Ахмет Байтұрсыновтың басты идеясы қандай? Басты идеясы Ахмет Байтұрсыновтың бай болу үшін еңбек ету керек, білімді болу үшін оқу керек, мықты болу үшін бірігу керек, сол қажеттіліктің жолда әрекет ету керек деген атақты сөздер. Тамаша, отыра ғой, жарайсың. Оның шығармашылығы қазіргі қоғамдық саяси жүйесін халықтың мәдениетпен және интеллектуалдықпен шырғалады. Жақсы, тағы да айтарым қосаңыздар ма? Ахмет Байтұрсынов қандай мұралар қалдырды? Ахмет Байтұрсынов сөз өнерінің жоғары руханиятын болашақ ұрпаққа мұра етіп қалдырды. Белгілі Ахмет Байтұрсынов қазақ ғылыми және ағартушысы, қазақ халқының тағдыры үшін тың күреске арнады. Тамаша, қандай керемет жауап, тамаша. Келесі екінші топ келе қоялық. Екінші топ сіздердің жауаптарыңызға тамашалайық, қана. Ахмет Байтұрсынов тұңғыш реформатор болып саналады. Ахмет Байтұрсынов қазақ әліпбиінің алғашқы реформаторы болып саналады. Себебі ол 1912 жылы қазақ жазуының латын графикасына негізделіп, қазіргі қазақ жазуының дамуына маңызды қадам басқан. Өте жақсы, тамаша, отыра кел. Ахмет Байтұрсыновның негізгі тақырыбы қандай болды? Халқының басымдығы мен адам құқықтары, білім беру, тәртіп алғай жерлерді халыққа қайтару, әділеттілікті, бірлік пен отаншылдықты, отансүйгіштік, патриоттық идеялардың негізінде құрылған. Вероника. Байтұрсыновның идеясы қандай? Ұлы педагог ғалым Ахмет Байтұрсыновтың ұстанған идеясы қазақ халқының мылтық санасын ояту, тұрмыс тіршілігін жақсарту. Ал сана тілі бойынша оқу құралы қазақ тілі курсының қысқаша мазмұны грамматикаға арналған нұсқалы сөйлеуді дамыту, түрлі хрестоматиялар жазды. Бұл әдістемелік еңбектер әлі күнге дейін қазақ тілі білімі және қазақ тілі оқыту әдістемесі саласындағы ғалымдар арасында беделді. Ахмет Байтұрсынов қалай кітап жазды? Ахмет Байтұрсынов қазақ әдебиеті мен тіліне үлкен үлес қосқан белгілі ғалым және жазушы. Білімнің тұратын тіл туралы теориялық еңбегін жариялады. Фонетика, морфология және синтаксис. Ол сондай-ақ ұлттық әліпби жасап,
балаларға арналған әліпби және ересектерге әліпби жаңа құрал кітаптарын жазды. Балалар, сабақтың бүгінгі тақырыбы қазақ алфавитінің тұңғыш реформаторы Ахмет Байтұрсынұлының орны бөлек. Ахмет Байтұрсынұлы ұлт ұстазы, көрнекті ғалым, қоғам қайраткері. Ол қазақ халқының сауатын ашу үшін араб графикасына негізделген төте жазуды жасап, оқу ағарту жүйесін қалыптастырды. Оның еңбектері тек әліпбимен шектелмей, тіл білімі мен әдебиеттануға зор ықпал етті. Сәйкес оқу мақсаты орта көлемді прозалық, поэзиялық шығармалардан үзінді тыңдау, көтерілген тұрмыстық әлеуметтік қоғамдық мәселені анықтап, өз пікірін білдіру. Коммуникативтік жағдаятқа сай сөйлесу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойын жеткізу. Келесі жаңа сөзбен, яғни сөздікпен жұмыс, тақтадағы сөздікті оқып жіберейікші жаңа сөз. Вместе. Атантыс, борьба. Адамгершілік, человечность. Жақсы. Дәл осы, мына әдісті бөтелке әдісі дейді, мен аквариум әдісі деп те айтамын. Дәл осы жаңа сөздеріміздің синонимдері мен антонимдерін осы мынау бөтелкенің ішіне салып қойдым. Демек, сіздер осыны алып, теріп, дәптерлеріңізге жазасыздар. Бірінші топқа синоним, екінші топқа антоним. Келісім. Ұятсыз. Бәсеке. Абыройлы. Наршын. Әлсіз, бәсеке. Адамгершілік. Отыралаушы. Кезісім деген сөзімізді кішкене іні әдемілеп жазып екен. Мына еркіне ұстап тұр, иә? Мықты, азат. Жауыздық, жымен тыны кішкене ажыратса әдемілеп. Ұятсыз, жарайсың. Сәнермен Дильноза, иә? Сәнермен Дильнозаның бағаларымыз. Үз-үлес, осал, әлсіз, оташыл, жалаушы, адамгершілік, ізгілік. Намашал, арға, уятты. Жақсы, Сәнер, тамаша. Бірге, және Дильнозаға 200-тен. Мен бірінші топты бағалап жіберейін. Данилға мұның 50 теңге, Лобовқа 200 теңге. Осы балалар, келесі біздің бірінші тапсырма. Берген жапырақ қиындысындағы мәтіндерге құрмалас сөйлемдер мен жай сөйлемдер бар. Құрмалас сөйлемдерді жай сөйлемдерден ажыратып ағашқа ілеміз. Мынандай алдарыңызға ағаш қиындысымен мынандай жапырақтар берілген. Бұл жерде құрмалас сөйлемде, жай сөйлемде араласып берілген. Сіздерге бірінші топқа тек қана құрмалас сөйлемді ғана тауып, ағаш жапырақтарын іліп шығасыздар. Тапсырма диар. Бұл жерде алдыға тапсырмаға берілген. Осы жерде құрмалас сөйлем және жай сөйлем берілген, соны белгілейсіз. Ал сіздер тек қана жай сөйлемді тауып, ағаштың жапырағына іліп шығасыздар. Жарайсың, диар. Балалар, мына бірінші тапсырманы жасамас бұрын мен сіздерге осындай критерияларыңызды алдарыңызға таратып жіберейін. Тапсырманы осы критерияға байланысты орындайсыздар. Критерияларымыз сөйлемдерді оқып, қайсысы жай сөйлем, қайсысы құрмалас сөйлем екенін анықтап, дұрыс белгілеп шығыңыздар. Жай сөйлемдер мен құрмалас сөйлемдер арасындағы айырмашылықты түсіндіріңіздер. Әр сөйлемнің грамматикалық құрылымы мен мағынасына негізделген нақты және дұрыс түсінік беріңіздер. Ұлы жазу реформасын жасады. Ол қазақтан ұлттық жазуын қалыптастырды. Ол халықтың тәуелсіздігі үшін күресті. Тіл ұлтын соғыстырылды. Негізді белгісі. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тіліне үлкен үлес қосты. Ол ұзақ өмірін халыққа қызмет етуге арналады. Жақсы, тамаша, жарайсыңдар. Ахмет Байтұрсынұлы қазақ тілінде қолданылмайтын барлық таза әріпін алып, жазба аппарат графикасы негізінде қазақ жазу реформалап қазақ тіліне әріптерді қосты. Ол бірнеше рет шабуылға ұшырады. Оны саяси шешімдер қабылдауына тосқауыл болды. Ахмет Байтұрсыновтың көзқарастары халық арасында кең таралды. Ахмет Байтұрсынұлы уақыт өте келе ғылымға бет бұрып, алғаш рет өзекті қазақ тіл білім мен әдебиеттануын зерттеуге мүмкіндік берді. Ол алғашқы 1902 жылы жасқа 1902 және 1904 жылдары жазу еркелерінің өзгертті. Иба және Сәмер, жақсы. Жарайсың, отыра қойыңдар. Тамаша, келесі балалар, сергітті сәтіміз келе жатқан 8 наурыз халықаралық әйелдер күніне арнап ана жыры шәмші қалдаяқшы ана жырын. Сыйладың сен маған, даланың әр күні. Жинадың сен маған
Сен бердің құстардың қанатын самғаған, балалық қоштарым өзіңе арнаған. Әлдейлеп аялап өсірген жемісін, самал жел саябақ құшағың мен үшін. Есейіп кетсемдей мен саған сәбимін. Балалар келесі екінші тапсырмамыз үзіндіні тыңдап, көтерілген мәселені анықтап, өз пікірлеріңізді білдіріңіздер. Коммуникативті жағдаятқа сай сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпіннің мәнін түсініп, өз ойларыңызды жеткізіңіздер. Адамдық диханшысы. Адамдық диханшысы қырға шықтым. Көлі жоқ, көгалы жоқ құрға шықтым. Тұқымын адамдықтың шаштым, ектім. Көңілін көгертуге құл халықтың. Қор болған, босқа кетіп еңбек бейнет. Құлдарға құлдықтан жоқ артық зейнет. Оттай бер, жануарым екі аяқты. Адамдық хайуанға қанша қажет. Жаратқан малды Құдай не керекке? Мінуге, сою, соғу, жүндемекке. Жорта бер, қамыт киіп қамшыңды жеп. Бұйрық жоқ, ұрасың деп үндемекке. Таяққа ет үйренген қойшы жайлап, көгесек қозғалама түрткен гайдап. Есептен алданғандай болғандар көп, жасықты асылма деп білмей қайрап. Бұл тапсырмада сіздер постер қорғайсыздар. Сіздерге постерді алдына таратып қоямын. Бұл тапсырманы бастамас бұрын түсіндірме сөздікке мән бере кетейік. Адамдық тұқымын шашу бұл жерде ізгілікті, адамгершілікті үгіттеу, насихаттау. Жүндеу сөзі бұл жерде басыну. Қамыт бұл жерде ауыр, азап, қиындық мағынасын білдіреді. Дискреттерге мән беріңіздер. Ойын жүйелі түсінікті нақты мысалдармен жеткіземіз балалар. Көз қарасын білдіріп, өз ойын дәлелдейміз. Сөйлеу барысында интонация, кідірісті, логикалық екпінді дұрыс қолданамыз. Бұл да деңгейлік тапсырма. Ол жерде осындай алдына жасаған арнайы суреттер беріледі. Осы суреттерге байланысты мәтіннің ішінен осы суретке байланысты өлең жолдарын салыстырып жазасыз. Әлемдегі адамгершілік, ізгілік, адалдық туралы мәселе көтеріледі. Бұл қоғамдағы әділетсіздік, нанандық мәселені көтереді. Пікір білдіру, адамдықты тарату әр адамның міндеті, бірақ кейбір адамның оны қабылдамайды. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпін. Тұқымын адамдықтың шаштым екпін. Логикалық екпін тұқымын адамдықтың сөз түргісіне түседі. Себебі адамгершілікті тарату негізгі әрекет ретінде сөйлетілген. Бұл өлеңнен адамгершілікті сақтау мен насихаттаудың маңызды түсінге болады. Едікқа жүздеген бал қойдым және келесіне 200 бал қойдым. Бұл көтерілген мәселе. Бұл өлеңде адамгершілік, әділеттілік және адалдық мәселесі көтерілді. Пікір білдіру, адал заттық ең маңызды нәрсе адамгершілік. Сөйлеу тіліндегі интонация, кідіріс, логикалық екпін. Адамдық шығаршы қырға шықтым. Негізгі екпін адамдық диханшысы тіркесінде. Себебі бұл метафора адамгершілік таратуға бейнелейді. Бұл өлең бізге адамды қасиеті маңызын түсінуді және оны қоғамда насихаттауды сіздер екі топта, әсіресе екінші топ сөйлеу барысында интонацияны, кідірісті, логикалық екпінді дұрыс қолдану керек деді, иә? Дәл кішкене интонацияға көңіл бөлмедіңіздер, иә? Жақсы, мен бағалайын. Жақсы, иә, жақсы, жияр, жақсы. Келесі тапсырмамыз жаңа сабақты бекіту. Балалар, бүгін сабақта не үйренгеніміз, не білгеніміз туралы сіздерге QR-код әдісі арқылы сұрақтарға жауап береміз. Бірінші топқа арналған сұрақтарымыз, екінші топқа арналған сұрақтарымыз. Жақсы, жақсы, тамаша. Жақсы. Келесі рефлексия жасаймыз. Бүгінгі сабақтан не білдіңіздер, әлі де бір сұрақ не білгілеріңіз келеді. Мынау білім банкоматына, яғни алдарыңызға мынандай карточка таратамын, Каспий Голд карточкасын, осыны әкеліп, сіздердің жазған мына банкоматқа саласыздар, білім
бүгін сабақта түсіндім. Жақсы, жарайсың, тамаша. Жақсы, балалар, үй тапсырмасы Ахмет Байтұрсыновның маса жинағын талдаймыз. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше қош, сау, саламат.